Жылқы иісі. Жолды әңгіме қысқартады. Қайсы күні саяхаттан бір қария мінді. Нарынқолдан екен. Радиода жылқы туралы әңгіме болып жатқан. Колонкаға құлағын тосып тыңдап отыр. Дауысын көтеріп қойдым. Бір кезде жылқы туралы айтып жатыр. Жылқы деген жақсы мал ғой, жарықтық. Балам, жол қысқарсын. Жақсы ат туралы бір әңгіме айтып берейін. Тыңдайсың ба? Кешкі кептеліс. Айтыңыз, жол қысқарсын дедім. Бір тор айғырым болды. Енесін қырғыз жақтан алып едім деп бастасын. Жақсы әңгіме екені кіріспесінен ақ көрініп тұр. Келген жылы тобылғы түстес торы құлын тапты. Тайында қысыр емді, құнанында тимедім. Дөненде бірақ бас білдіріп тоқым салдым. Бестісінде бәйгеге қостым. Қатарынан 2-3 аламанда қара үзді. Кейін жүрісі қолайма жаққан соң ешкімге бермей өзім мініп жүрдім. Көктемде үйірге саламын, қыстай қолда ұстап мінемін. 90-шы жылдардың соңына қарай ауылдан үйірмен жылқы, өрісімен мал жоғалатын қиын заман болды. Сол аласапаранда тор айғырдың үйірі де ізім қайып жоғалып кетті. 2003 жылы Қытайдағы туыстарымды іздеп бардым. 70 жылдан кейінгі кездесу. Туыстарым шекараның түбіндегі Нарынқолға жапсарлас бір ауылда екен. Менің құрметіме тай сойып той берсін. Бәйгесіз той бола ма? 2-3 ауылдың қыл-құйрықтарын жинап шағын бәйге берді. Аламаннан бір тора ат топ жарып жалғыз келмей ме? Көзіме оттай басылды. Құтты менің баяғы тор айғырымды сойып қаптап қойғандай. Денесі шағындау демесеңіз, сол тор айғырдың өзі. Кекілін жел қағып кермеде сұлу қыздай құлпырып тұрған тор аттың жанына қалай барғанымды өзімде байқамай қалдым. Мынау кімнің аты дедім. Жүйріктің жанында тұрған шабандоз баладан пәленшенің деді. Шақыр дедім. Ұзын бойлы, көк көз, ақсары жүзі күнге күйіп желге тотыққан елуді еңсерген жігіт ағасы келсін. Мұны атты қайдан алдыңыз дедім. Даусым дірілдеп тұр. Өзімдікі? Мүмкін емес деймін. Елден сұраңыз. Адал малым дейді. Анау көк көзі шекірейіп, қойшы, содан әлгі аттың тегін тектей бастадық. Сөйтсем, баяғыда менің қорамнан жоғалған тор айғырдың үйірінен шыққан құлын екен. Сатып па, айырбастап па алыпты. Салып ұрып, сол күні тор айғырдың үйірін таптық. Жайлауда екен. Жануар менің даусымды естігенде, сонадайдан оқыранып келіп, қолымды иіскеді. Көңілім босап кетті. Көзімнен тарам-тарам жас ақсын. Жануардың жалынан құшақтап, көз жасымды қасындағыларға көрсетпей сүртіп жатырмын. Сөйтсек, тор айғырды ұрылары бері өткізіп сатқан ба, айырбастаған ба, бір үйір жылқының тоз-тозын шығарып жіберіпті. Менің бой тұмарымдай болған жүйрігім бір жуас жылқышыға бұйырыпты. Ат танитын адам екен, үйіріне салып қойыпты. Менің атым екенін білген соң қазақтың жолымен ұрлап алмаса да, ат шапан айыбын беріп, бір құлынды биесін сатып, ақшасын қалтама салып шығарып салды. Кетерімде торы айғырды тағы бір рет көруге бардым. Жетелеп кететін ауыл арасы емес. Қимай қоштасып, жануардың жалы мен кекілін кесіп алып, сілекейіммен терін сүртіп қалтама салдым. Содан бері қалтамда жүр, деп қария тұмаршаға түйілген алақандай ақ матаны алып шықты. Иіскеп қояды. Мен де танауыма келдім. Жылқы иісі ғажап қой, қан тамырларымды қуалап барады. Жарас Кемелжан.